Ассалаумағалейкум. Қадалған жерден қан алатын, керек десең жан алатын. Қапқан жерін қып-қызыл қылып қанатса да қасындағысын қапада қалдырмаған қасқыр мінез қазағымын. Жандарым менің, қазағым менің. Бүгінгі келіп жеткен әз наурыз мерекеміз құтты болсын. Елімізде әділдік орнасын, бақыт орнасын. Сонымен қатар қазақ деп соққан жүрегі бар, қазаққа жаны ашитын азаматтардың саны көп болсын. Мен барлығыңызды жақсы көремін. Мерекелеріңізбен. Biz tushunib o'tirib, sen tushunish bizdi. Bәрімізді кіргізбей отыр міне. Беспредел болып отыр мына жақта. Кіргізбей жатыр. Жаңа кіргізбей жатыр. Передача емес, басқа асуын қыз. Тамам жазып Кіргіздіңіз ғой передачаны. Вообще мен басқа адамға баратырмын. Міне. Осы жердің сотрудниктері кіреді, ал біз кірмейміз. Міне бәріміз тұрмыз. Кіріңіз. Міне кіргізді. Вот, аш есікті. Анаяқтан передача алып кетті. Аш есікті, шақыр. Не үшін сотрудниктерге болады передача алып кіруге? Жоқ, передача алып кірді ғой. Передача алып кірді. Ұстайдыңыз ба? Қашыңыз вообще? Анан алыңыз. Ана бағанағы адамдарды кіргіз жерді. Сотрудник деп. Шақырыңыз жана ағайларды. Ағай шықсаңыздар, не үшін передача алмай атсыздар? Міне. Аналар кіріп кетті. Сотрудник бұл деп міне. Көрдіңіздер ме? Передача жақта тұр. Шықсын бастығы. Жоқ, ана бастық шықтыр ғой, аналарды алмай атыр ғой. Алмайды ояқта, қазір айтты ғой, алмаймыз деді. Соңға кіргізгенімен де алмайды шықпақты. Анеға бар, нең маса жаңағы екі бала бар емес пе? Соларды қысайық бұлшы. Жүріңіз, қысайық соларды. Қазына видеоны жасамаған қылмысты мойындамаңыздар ешқашанда. Егер реально действительно сіз жасамаған болсаңыз, достар, қалтаңа наркотик салып жіберді, 3 основной жасауға болмайтын нәрсені айта кетемін. В первую очередь содержимое вытащите с кармана деген кезде, қалтаңыздан өз еркіңізбен шығарыңыз деген кезде, выемкамен алыңыз деп айтасыз. Жаңағы в присутствии понятых видеокамерамен как положено өздеріңіз алыңдар. Потому что фото-жировой деген бар, қолда отпечатка секілді. Сол қалада экспертизадан оның барлық жаңа пакет болсын, сверток болсын, кез келген нәрсе салып жүрген затта. Соны өздеріңіз қолмен тимейсіз, еш нәрсе ұстамайсыз. Екінші жағдай, еш нәрсеге мойындамайсыз, еш нәрсеге қол қоймайсыз. Неге? Себебі не признавайтесь в том, чего вы не делали. Егер сіз жасамаған қылмыс болатын болса, не себепті сіз оны мойындайсыз? Үшінші жағдай, обязательно өзіңіз адвокат шақырасыз. Адвокат желательно платный адвокат болатын болса, үкіметтің адвокаты, келіңіз, черный адвокат сізге жалдап береді РУВД-дан. Мына жерге қол қоя сал, мынаны былай істей сал дегенге қол қоймайсыз. И признательный показания, мынаны былай істе, былай деп айт, я менікі де деп. Егер реально зат сіздікі болмаса, солай айт, осылай істе десе істемейсіздер. Категорически полный отказдар боласыздар. 68-ші бапты қолданасыздар да, сіз сотта да показания берсеңіздер, өздеріңіздің құқықтарыңыз бар. РУВД-да тергеу үшін алдында показания бермей, я мен сотта показания берем, қамасаң мен қамап таста дейсіз да отырасыз. Адвокат, вы имеете полное право на один звонок, өзіңіз сол жерде звондап айта аласыз. Адвокат қайды осындайға звондаңда шақырынады туған туысқанға. Хоть қолыңды қайырып жерге жатқызып спецназбен ұстаған жағдайда да имеете полное право на один звонок. Жасамаған қылмысты ешқашанда мойындамаңыздар. Сау саламат болыңыздар, білгендеріңіз абзал, сақтанып жан-жаға қарап жүрген дұрыс. Жаңағы наркотикті кім тығып жібереді, кім лақтырып жібереді, сол кругта жүрген адамдар, солар лақтырып жібереді, солардың қолдарынан келеді сондай іс-әрекет. Сол үшін өзінің кругыңды қара, кім жанында жүрген досыңның өзін сен наркоман, мефедрончик екенін білмей жүруің мүмкін. Так что олардың қолдарынан барлық келеді. Өздері ұсталып қалады,
давай мен жертва тауып беремін, басқа деген секілді ондайларды да көргенбіз. Так что байқап жүрген дұрыс, сау саламат болыңыздар. Қайырлы күн қазақ елі, ұлыстың ұлы күні, Наурыз мерекесі құтты болсын. Қазақтың төл мерекесі. Жаңа жыл жақсы жаңалықтарға толы болсын, ырыс молы болсын. Президентіміз биыл қарапайым жұмысшылар жылы деп арнайы атап өтті ғой. Жұмысшылардың зарплатасы көп болсын. Зарплата көп болса болды. Көңіл күйде болады, бәрі де болады, настроение де көтеріледі. Зарплата көп болсын, жай жұмысшылар жылы деп айта салмай зарплатаны көтеріңдер. Достар, 28 наурыз күні қоғам белсендісі Шекеевтің жаңағындай сосын Жан Ахмадиев, осы екеуінің сот өтеді. Қазақ пен қазақ тіл үшін соттасаң деп отыр. Қазақ тіл үшін соттасаң деп отыр. Ал керек болса. Міне, барлығы ресейшіл сол бір тілімізді мазақ қылған адамдардың кесірінен жалпы қоғамдық орындар, халыққа қызмет көрсету орталықтары сендер ұятсызсыңдар. Қазақ тілінде еш нәрсе жазбай, ең алдымен орыс тілінде қызмет көрсетесіңдер. Сендермен соттасу керек, сендердің көздеріңді құрту керек. Қазақ ұлтшылдары ояныңдар. Біз қазақтың жерін, қазақтың тілін өз қолымызға алмайтын болсақ, осылай мазақ болып жүре береді. Сондықтан әрбір қоғам өзіміздің ұлтшылдығымызды көтеру керек деп ойлаймын. Және де осы Жан Ахмадиев пен жаңағындай халықтың қорғаушысы болып жүрген адвокат бауырымызға қолдау білдірейік 28 күні. Бар қазақ бол. Рахмет. Эрдоганның дәуірі бітті. Ол туралы Түркияда мықты политиктерді айтып жатыр, халқы да көтеріліп жатыр. Көп жақсылық істеді Эрдоган. Түркияны кәдімгідей көтерді. Барлық жағынан. Бірақ соңғы уақытта инфляция қатты жүрді Түркияда. Қымбатшылдық тура Қазақстандағыдай қымбатшылдық басып кетті да оларда. Содан міне халқы, қазір олардың халқы да ашулы. Түріктер жан-жақтап жүр, жұмыс істеп, тура қазақтың жағдайы түріктерге де келді. Туризм саласы қымбатшылық болғаннан кейін туризм саласының бағасы да өсіп кеткен. Оны туроператорлар, агенттер өте жақсы біледі. Түркияға демалысқа барғандар жақсы біледі. Туристерден ақшаны өте қатты жымқыратын болған. Сондықтан дәуірі бітті Эрдоган. Шыны керек дәуірі бітті. Оның орнына жаңағындай 2028 жылы қорқыту Имамоғлы жеңіске жетемеді. Сондықтан өзінің барлық оппоненттерін қазір қамауға алып жатыр. Былайша айтқанда барлық оппоненттерін Эрдоган жоюға тырысып жатыр. Өзінің орнына бір жақсы адамды қоямын деп жүр ғой енді. Сол, бірақ жеңілді. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Сіздерге үлкен алғыс айтқым келеді. Әз Наурыз баршамызға құтты болсын. Бұл біздің қазақтың ең басты мерекесі. Бұл Наурызды біз барлық мерекені сырттаса салып, және өзіміздің тәуелсіздігімізден басқа осы Наурызды қатты құрметтеп, қарсы алып, негізі тойлайтын күн. Сондықтан сіздерге Наурыз құтты болсын. Біз білеміз, ұзақ жылдар бойы Наурызды тойлай алмадық. Мінекей қазақтың басына сондай бір жаман кездер, жаман күндер болған. Қазір Аллаға шүкір 88 жылдан бастап Наурыз мерекесін тұрақты түрде тойлап келе жатырмыз. Осыған үлкен дайындықтар керек деп ойлаймын. Және де бұны ары қарай дамыту керекпіз. Мынау кешегі күні Түркияда айтып отыр. 21 наурыз біз бекітеміз. Наурызды Түркияның бір мерекелік кәдімгідей мерекесі ретінде қосып тойлайтын боламыз деп олар да кешегі күні айтып отыр. Сондықтан барша үйге бақыт болсын, аспандарыңыз ашық, ақ мол болсын, ырыс болсын. Келесі жылы апатты жағдайлардан барлығынан сақ болайық, аман болайық. Үйлеріңізге құт, береке қонсын дегім келеді. Наурыз құтты болсын. Мені қолдап жүріп жазылып кеткендеріңізге көп рахмет. Алдағы уақытта дамып, өсіп өне берейік. Әумин. Ал достар, Наурыз келіп жетті. Наурыз құтты болсын. Біздің қазақтың жаңа жылы ғой дегенмен. Бізді қарап қалған жоқпыз. Ақшта тұрсақ та өзімізде ет асып өткіздік барынша. Қазір енді көресіздер. Тағы да Наурыз құтты болсын дегім келеді. Аман жүріңіздер. Ұлыстың ұлы күні, қазақтың жаңа жылы құтты болсын достар. 22 наурыз мінекей кеп қалды. Қарсылан келіп жатырмыз. Біздің жасаған мінекей отбасымыздың осындай тағамы, ұлттық тағамы, яғни шұжық та бар, қазы-қарта да бар. Наурыз құтты болсын, ұлы сон болсын, ақмол болсын. Сол.